Қайырлы күн, құрметті достар, эфирде студент подкаст және оның жүргізушісі мен Дильназ Азидолла. Бүгінгі шығарылымыз еркін әрі қызықты болмақ, ал оның нақты не туралы екенін білгіңіз келсе, экраннан алыстамаңыздар. Ендеше таныс болыңыздар, бүгінгі подкастымыздың қонақтары менің группаластарым әрі спортпен айналысып жүрген Елеуова Аяулым және Имаш Бернар. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Адамдар арасында махаббат жасқа қарамайды деген қағида бар. Бірақ бұл қағида тек махаббатқа ғана қатысты емес. Спортпен шұғылдануда жас талғамайды. Бүлдіршіндерден бастап жасы үлкен ата-әжелерімізге дейін де спортпен профессионалды түрде айналысатындары бар. Спорт бұл біздің денсаулығымыздың жақсы сақталуының үлкен бір себепшісі әрі кепілі десек қате емес. Ал сіздер бұл пікірмен келісесіздер ме, ойларыңыз қандай? Келісеміз, себебі спорт деген денсаулыққа өте пайдалы. Әсіресе адамды дисциплинаға үйретеді, таңертең ерте тұруың керек, оған дайын болуың керек, тренировкадан қалмауың керек, өзіңді таза ұстауың керек, жуыну, соның бәрі ойлаймын маңызды деп сол. Спорт өмірге өте маңызды деп ойлаймын сол. Сіздің ойыңыз қандай? Мен де сол Ернар айтқанына келісемін. Спорт денсаулыққа, адамның өміріне тікелей байланысты. Ендеше әңгімемізге оралайық. Сіздерге сұрағымнан бастасам. Жалпы сіздер өздеріңіз қандай спортқа қызығасыздар? Яғни былайша айтқанда бүйректеріңіз спорттың қай түріне бұрып тұрады? Мен негізі мектеп кезінде баскетболда жарыстарға баратынмын. Негізі мен өзім баскетбол ойынына қызығамын. Мен жеке өзім жүргеннен командалық ойындар маған қатты ұнайды. Сізде? Ал мен өзім дзюдоға қатты қызыққанмын. Жалғыз өзің шымыр боласың деп бізде ауылда бір зал болатын. Соған өзімізде дайындалып, әкемізде, мен екі ағам да сонда дайындалған. Солардың артын қуып, сонда қатты дайындалып, сол қызық болды маған қатты. Өзіңізге ең қатты қызық болған сол спорт, иә? Сол спорт, сол. Енді осы жерде менің екінші сұрағым шығады. Ол қандай спорт түрімен айналысасыздар өздеріңіз, немесе айналыстыңыздар? Мен бірақ қазір мен дзюдо спортымен айналысамын. Мектеп кезінде бір жағынан мектептің атынан баскетбол ойынынан жарыстарға баратын болдым, бір жағынан өзім дзюдомен айналыстым. Дзюдоға мен 8-ші класстан бастап қатыстым. Қазір айналысып кетқаныма бір 5-6 жылдай болып қалыпты. Көп уақыт болып қалыпты ғой, иә? Күшті. Сізде? Ал мен де қазіргі кезде футболмен айналысамын көбінесе. Сол қазір алда кете сұрақтарыңызға жауап беріп отыр, айта кетерміз. Не үшін екенін, себебі дзюдоға қатты қызықтым ғой. Қазір сол футболдың несіне қызыққасын. Қазір командалық ойын бәріне үйренісіп, тренермен жұмыс жасап, сол футбол қазір. Қосымша қатысқан тағы спорт түрлері бар ма? Тек осымен ұстанып келесіздер ме? Тек осымен. Мен де көп негіз қатысқан. Боксқа да қатыстым, теннис ойнадым, волейболдан қалалық республикалық жарыстарға шықтық мектептің атынан. Енді өздеріңіз айтып отқан, сіз дзюдо дедіңіз, иә? Сіз футбол дедіңіз. Енді бұл спорт түріне қалай келдіңіздер? Яғни келу жолдарыңызды айта кетсеңіздер толығырақ. Ондай қатты не болған жоқ, просто мектепте ағайлар келетін болды, осындай спорт школа ашылып жатыр, осындай үйірмелер бар, қатысасыңдар ма деген сияқты. Сол кезде класста қыздар болып жазылған болатынбыз. Оны тіпті мен жазылғанды ата-анам да білмейтін, мен барып жазылып қойдым. Сосын кешке барып айтамын, апаға, осы мен дзюдомен айналысайын деп жатырмын, мен осыған жазылып қойдым дейді. Деймін, олар өз рұқсаттарын береді, олар менің таңдауыма ешқашан шектеу қойған емес. Бірақ кейбір кездері мен теледидардан олардың күрестерін көретін болдым спорт каналынан. Сол кезде олардың бір-бірін лақтырып жатқандары маған қызық болып көрінетін болды. Себебі енді дзюдо өте ауыр спорт түрі десем де болады. Ол қазіргі кезде қыз баланы өзін қорғауға қажет деп ойлаймын. Қазіргі кезде енді көптеген ауыр жағдайлар болып жатыр ғой. Ең алдымен қыз баласы өзін қорғауға осы дзюдо спортына барса екен деймін. Ал сіздің жолыңыз қандай? Менің жолым болғанда, мен футбол ойнағанда, біздер енді ауылда шағын ауданда тұрғасын, көбінесе өзіміз балдар болып футбол ойнаймыз жастайымыздан. Соған дайындалып қалғаннан кейін, сол дзюдо спорты болмай қалғасын, сол футбол спорты көбінесе ең танымал спорттың түрі ғой. Сол өзімді басқа қырынан, жұлдыз жағынан өзім киноға шығайын, жаңалықтарға шақырар деп, өзі танымал болам ба деп, сол қызық болды өте қатты. Сол футболға шығып, командалас ойнап, біз өзімізге үйренісіп қалған болатынбыз. Сол ауылдан команда құрып, бір тренер жалдап, әлі күнге дейін сол командамен келеміз. Сол қалада жарыстарға шығамыз, лигалардың жүлдегерлеріміз. Жалпы сіз өзіңіз қандай спорт түрімен айналысасыз, немесе қызығасыз?
Мен де негізі спортқа жақынмын десем болады. Білмеймін, өзім қатты қызығамын. Бала кезден спортқа жақынмын десем болады. Оның бір себебі десем білмеймін. Мен ер балдардың арасында өстім. Менің кішкентай кезімнен ағаларым өте көп. Сондықтан айтады ғой, енді мына жерде бір түрлі шығар, бірақ айтады еркек шора деп айтады ғой. Мен біршама сыныпқа дейін сондай болып келдім, еркек шора сияқты болып. Андай спорттардың түр-түріне қызығып деген сияқты. Енді ол кезде бізде дамыған спорт түрі болмады. Күрес ашылған болатын, сол күреске қатысқам. Бірақ көп уақытқа созылмады, әрине, соған қатыстым. Және де одан бөлек мектеп ішіндегі баскетбол, жаңа сіз айтқандай футбол дейді ғой, волейбол. Сол мектеп ішіаралық жарыстарға барып жүрдім соларға. Мен өз басым қызығушылығым футбол мен бокс спорт түріне қызығам, қатты қызығатыным. Жалпы қыз баласы ауыр спорт түрімен айналысқасын жері, оған көп сын келеді. Сен қыз емессің ба, өзіңді қыз сияқты ұста, айналаңда сондай сөз көп болып кетеді, еркек шора болып кетесің. Негізі қыз баласына ауыр көтеруге болмайды деп неше түрлі сындар келіп жатты. Оны өзім де естідім, бірақ адамның қандай болуы өзіне байланысты деп ойлаймын. Мысалы, мен 5-6 жыл айналысқан менде, мен онда еркек сияқты болып тұрмын деп ойламаймын өзім. Адамның ұстауы өзіне байланысты. Өз өмірі өз қолында деген сияқты. Ендеше сіздерге оралайық қайттан. Жаңа айтып жатсыздар, бірнеше жыл болып қалыпты екеуіңізге де, спортпен айналысып жүргендеріңізге. Енді қандай жетістіктеріңіз бар? Жаңағыдей үлкен жарыстарға бару деген сияқты, медальдар, сол туралы айта кетсеңіздер. Жетістік өте көп. Республикалық, ауданаралық жарыстар бола береді. Мен тіпті чемпионат Қазақстанға да қатысқан болатынмын. Өзімнің КМС атағым бар. Спорт шеберіне үміткермін. Чемпионаттарға қатыстым. Республикалық жарыстардың 1-ші орын, 2-ші орын жеңімпазым. Бірақ жеңіс бар жерде, жеңіліс те бар дейді ғой. Бірсе ұтамыз, бірсе ұтыламыз, бірсе айымыз оңынан туып жатады. Бірақ менің ең алғашқы жарысым спортпен 3 айға айналысып жатқан кезде ең алғаш жарысқа баратынмын Привокзальныйда, мына Атырау қаласында. Сол кезде ең бірінші жарысым, мен ешқандай орын ала алмадым. Бірақ менен басқа қыздардың бәрі орын алған болатын. Қыз баласы негізі орын алу өте оңай бола береді. Себебі спортта қыз баласы аз десе де болады. Мен алған жоқпын, қалған қасымда қыздардың бәрі орын алған болатын. Сол кезде маған қатты батты, тек мен ала алмай қалдым ғой. Маған қатты мен жылағым келді, сол кезде жалғыз алып қойдым. Бірақ содан кейінгі 6 жыл арасында басқа жарыстардан орынсыз келмеппін. Барлық жарыстардан кем дегенде әр кетсе 3-ші орын, 2-ші орын, 1-ші орын, бірақ ешқандай жарыстан орынсыз келмеген. Енді 3 ай уақыт, аз уақыттың ішінде ондай жарыстарға шығудың өзі бір жақсы ғой, өзің үшін сабақ болады деген сияқты. Сізде қандай жетістіктер? Біздер шағын ауданның ішіне шағын ауылдан шықтық. Сол бір зал, бір тренермен сол жастайымда дзюдодан көп жүлде алған болатын. Содан сол қалалық біз бірақ чемпионат Қазақстанға шыққан жоқпын, оған жете алмадық. Сол қаладағы адамдардың ішінде көбіне біздің ауылдан шыққанда, бізден бұрын вообще ауылдан шықпаған еді көп спортшылар, кілең кәсіпкер, өзінің шаруашылығымен айналысатындар. Содан біздер өзіміз ойлаймын, сол біздің жасымызға келгенде, сол біздер именно шықтық деп, сол спорт жағына қарай. Спорттан танылып, мектеп кезінде. Сол мектеп кезінде танылып, сол шығып, содан бері травма болды. Травмадан кейін біздер футболға не істегесін, футболдан жүлде алғанда командалық жүлде болады. Ал мен өз жеке жетістікке келсек, сол футболда көбінесе қорғаушы ретінде ойнадық. Соны мені басқа командаға, мысалы, бір сезон ойнап беруге ақша ұсынатын болды. Біз сол ойнағанда, соны өзде қатты үлкен жетістік деп ойлаймын, себебі мен ол ақшаны алып, үйдегілерге көмек беремін, өзіме де керек жарақтарымды алып, сол ойлаймын, сол жетістігім деп. Енді осы жерге сізге тағы бір сұрағымды қойсам, жаңа айтып жатырсыз, футболда жеке жетістіктер бар деп. Менің білуім бойынша футболда, жарыстарда ішіндегі құрамадағы ойыншыларға бөлек-бөлек марапаттама береді, Сол қалай, рөлдеріне байланысты бере ма? Рөлдеріне байланысты береді. Себебі көп гол салған, көп қорғаушы, қақпашы бар. Сондай, себебі футболда көп команда болады, группаға бөледі, группадан арасынан жарып шығуың керек. Сосын ар жағынан уже шерек финалдары болады өздерінің. Сол кезде өзіңді қатты көрсете білуің керек, көп результат көрсетіп, көбінесе айтады командалық ойын деп. Бірақ сол кездегі номинацияны алу үшін сен өзің эгоизмің қосылып, көріп қалуың керек, қатты результат шығаруың керек. Өзің қанша жерден командалық ойын болса да, таблицада өз фамилияң шығып тұрғаннан мақтанып қаласың. Үлкен мақтаныш, дұрыс айтасыз.
Енді жаңа сіз өзіңіз аяулым айтып кеттіңіз ғой, жеңіс бар жерде жеңіліс бар деп. Сіздерде жеңіліс болып көрді деп айтып отырсыздар. Енді травма болған кез болды ма, және осындай жағдайларда сіздерде қандай сезімде болдыңыздар, өздеріңізді қалай сезіндіңіздер? Травма менде аяқтан болған болатын. Яғни бір жаттығуды оқыс жасап қалып, мен аяғымды қайырып алып, 2 аптадай балтақпен жүріп қалдым. Сол кезде өзімді бір жарамсыз сезініп қалғандай болдым. Енді ары қарай алып кете алам ба дейтін ой болды. Бірақ сол кезде тренерімнің, айналамдағы адамдарының, ата-анамның поддержкасы өте маңызды. Тренерің сені жігерлендіреді. Ештеңе етпейді, жазылып кетесің, уақытты демал, өзіңе қара, күтін деп 2 аптадай уақыт берді маған. Сол уақытта мен больницаға қаралып, дұрыстап емделіп, айығып, түгел айығып болғаннан кейін барып, кері жаттығуымды жалғастыра алдым. Мынадай да жағдайда болып жатады ғой. Түгел емделмей, тренировкеге бара салады да, одан сайын аяғын асқындырып, одан хуже болып кетеді. Тіпті жарамсыз болып қалуы да мүмкін. Солай мен өзімді түгел айықтырып алғаннан кейін барып, ата-анамның, достарымның, тренердің қолдауымен жаттығуымды кері жалғастырдым. Сізде ондай жағдай болды ма? Менде ондай жағдай болды. Ол қатты әсер етті, мен ойлаймын, қатты әсер етті карьерама. Себебі дзюдодан қатты жетістікке келе жатырып, мен ол ауылда, сосын біздер көкпар шабатын болдық. Көкпарда мен өз жылқым дайындаған кезде жылқыдан құлап, өз қолымнан қатты жарақат алған болатын. Связкалар үзіліп, қолым мүлде жарамсыз болып жүрді. Мен примерно 4 айдай қолым жарамсыз болып, жарыстарға мүлде тренировкаға бара алмадым. Одан кейін шыққаннан кейін уже форманы жоғалтып, қайта тренировка жасасаң да бұрынғыдай пигіме жете алмадым. Ол кезде енді оған тренерім де қарсы болып, сен болды қой деген сияқты айтты. Мен оған қарсы шығып, мен әкеммен қолдайтын болды. Әкем сол шығара береді мен, бар деп. Бар десе, мен анам қарсы болып, сол тренерге сөйлесіп, сол дзюдо спортынан содан кейін мүлде алыс болып кеттім. Сосын тренировканың бәрі қалып, сол футбол несіне кетіп, футбол болды, волейбол болды, көп қызықтағаным, сол бара бердім, содан кейін футболда. Өзің эмоция керек өмірде, адреналин керек, эмоция шығару керек, жеңіліс болса да, жеңіс болса да, өзіңе қызық болады, өміріңе қатты. Сол үшін басқа спорттарға кетіп қалдым, сол травманың кесірі. Травма қатты әсер етті, ойлаймын. Ол травма болмағанда көп жетістіктерге де жетемін бе деп ойлаймын. Мүмкін. Енді бұндай жағдайларда сіз жаңа айттыңыз ғой, ең бірінші кезекте ата-анаңыздың, бауырларыңыздың қолдауы қажет, және тренер дейді ғой, соның да қолдау маңызды ғой, себебі сізге жігер беріп, сізді одан әрі аяққа тұрғызатын сол адам ғой. Және жаңағыдай сіздің тренеріңіздің қарсы болуымен түсінуге болады деп ойлаймын, себебі спорт адамы үшін денсаулығы ең маңызды ғой, бірінші өзін дұрыстап алу керек, содан кейін барып қайта оралуына болады. Енді қызықты оқиғаларға келетін болсақ, сіздерде осы спорт жолында қандай қызықты оқиғалар болды? Былай орысша айтқанда позор ішіне дейді ғой, ұят болып өзіңізді біртүрлі сезімнен қайта шыға алмай қалып, немесе өзіңізге бір ішіңізге жылы естелік болып қалған кездер болды ма? Ол кезде ешқашан ұмытпайсың ғой, жарыс уақытында бір қызбен күресіп жатқан болатын. Андай изнутри дейтін жаттығу бар. Яғни аяғыңды қыздың екі ортасынан жоғары көтеріп, оны құлатуың керек. Сол уақытта менің балағым үлкен болып тұрған, тобықтан асып тұрды. Қарсылас қыз мен балағымды басып таған болып тұр ғой. И мен аяғымды көтеріп жатқан кезде мен шалбарымның екі ортасы жыртылып кетеді. Содан кейін мен не істерін білмей, анеде абдырап қалған болатынмын. Солай енді бірақ жаттығуым сәтті өтті. Содан кейін тренерім анеде бәрі байқап қалады. Соны мен қатты ұялдым, шыны керек. Енді өтті кетті уақыт емші дейді ғой. Содан кейін бір жарыс уақыты бітеді. Біткеннен кейін орын, мен бірінші орын алған кезім болатын. Андай таблица нелер болады, үшінші орын, екінші орын, бірінші орын дейтін мінгізетін. Бірінші орындікі слишком биік екен. Мен оған мінейін деп атырып, шалынып, ар жағына бетпен құлаған болатын. Анеде бүткіл залдың көзінше мен сөйтіп позор болған болдым. Бірақ қызық қой. Естелік қалып, есіңе алып отырасыз ғой. Есіме түссе ұялып кетемін. Біздерде, біз сол дзюдодан жарысқа барғанда, жас кезімізде, школ уақытында барғанда, біздер сол жарысқа барғанда біздер балдар көп жүлде алған болатын. 1-2 орындар, бірінші орын көп болатын. Біздер басқа республика жолдама алып жатқан балдар қуанып жүргенде бізде жеңіліп жатқан балдар да орын алмай жатқан. Сол орын алмай жатқан балдар, білмеймін, ішіндегі намысы ма,
сол өзі қарсыластарымен қырылып қалған болатын. Біздер сол енді бір адам қырылған ешкім қарап тұрмайды. Бізде тренер де өзі сондай андай намысшыл жігіт болды. Бір андай мысалы 10 адам болса, бір адам үшін сол дұрыс адам дұрыс па, сол бір адамды қолдап береді до конца. Соны до конца шығартып, сөйлестіріп, ол ағайлардың сөйлескеніне көнбей біздер сыртқа шығып тағы төбелесіп қалған болатынбыз. Төбелесіп қалғаннан кейін сол қызық болды. Сол төбелескенде бізде көрермен де болды, көрерменді бәрі сол ауылдың адамдары келіп қолдайды ғой. Солар да шығып бізге поддержка беріп не істегенде бізде сол жүлде алған балдар қырылмай қалады. Шықпай қалады, типа біздер жолдама алып жатырық қой деп. Мен барғым келмей қалдым, типа барғым келеді оған деп. Сосын біздер бәріміз қырылып қалғаннан кейін, сол адамдар келмей қалса да, соның бәрін алып тастаған болатын бізде балдардың. Жолды алғандары бар, орын алғандары орындарын бәрін алып тастап, полный тренердің командасы, учениктің бәріне дисквалификация беріп тастады. Біз шығарып тастаған болатын. Сол анау балдар, ең қызығы, анау балдар бізге ренжіген жоқ. Бізге наоборот, андай айтады, сол кезде шығуым керек еді бізді. Барып төбелесіп керек еді, бәрібір шығып кеттік қой деп айтады бізге. Сондай қызықтар болған. Қызық, сонда сіз төбелес болды деп тұрсыз. Бүткіл көрерменнің солардың көзінше болды ма? Иә, бірінші сол жерде именно сол жарыс болып жатқан кезде алаңда басталды ма? Алаңда басталып, даладан бітеді ғой. Қызық. Ал енді өздеріңіз үшін жылы естелік, бір ойларыңызда сақтап қалған сондай жылы естеліктер бар ма? Сіздер үшін бір құнды естелік деп айтайыншы, сол туралы айта кетсеңіздер. Жылы естелік дегенде андай бір сезім болатын, мен айттым ғой жаңа, маған өзіме қарағанда андай команда болып ойнағаннан себебі мен қатты жарыс алдында қатты қобалжимын. Андай мен 48 кг салмаққа шығатын болдым. Андай етіп шақырады ғой, 48 кг салмақта Елеуов айылым Атырау облысы дегенде үстіңе мұздай су құйып жібергенде болады. Дәл сол сезім ешқашан естен кетпейді, сол қызық чувство да. Мандырашсың. Ана жерде бәрі у-шу болып жатады, сен татамиге шығып батасың, поклон беріп батасың. Сол кезде ойың сан-саққа кетеді, не істерін білмей қаласың, қобалжып кетесің, андай аяқ қолдарың бәрі дірілдейді. Сол сезім бастан кешкен өте қызық. Сол күресіп жатқан кезде бәрі бүйт сөйт деп бақырып жатады, бірақ сол кезде барлық шудың арасынан сенің тренерің дауысы ғана естіледі саған. Тек тренері не айтады, соны ғана істеп жатасың. Былай қарасаң, негізі ана жерде барлық адам сөйлеп жатады да, саған бүйт сөйт деп. Бірақ сонда да сенің тренерің деген тренерінің сөзі жылы болып, жақын болып естіліп тұрады. Сондай бір қызықты чувство болады. Сізде? Ол құнды естелік. Мен ойлаймын, мен өте тренерімді қатты андай ағай ретінде, тренер ретінде қатты жақсы көретін болатын. Тренер екеуміз тренировкадан бөлек те араласатынбыз, енді ауылдың адамы болды. Ол енді өте қарапайым жігіт болды. Себебі оған алаңды бермеген кезде ол бізге айтады, типа оған айтқан уборщица керек, саған жұмыс істеуге, тағы басқа адамдар керек, қару нелер керек деп, жабдықтар керек деген. Ол ағай өзіне тұрып, мен дайындаймын, мен жарысқа шығарам деп бізге айтатын. Біздер оны сыйлап та, біз дайындалып кетіп қалсақ жуынып, ол өзі еден жуып, бәрін тазалап кететін артын. Мен сол үшін тренерім қатты сыйлайтын. Біз ол тек тренерге қарап қалмай, тренерге ай сайын сыйлық жасап, өзіміз жинап кетеміз. Ойлаймын, сол бәрі дисциплинаға, осы күнге дейін тазалыққа үйретіп келген деп. Мен сол үшін тренерім әлі құнды, әлі араласамыз осы күнге дейін. Бұрын қойып кетсем 5-6 жыл болып қалды қойған, бірақ сонда да әлі араласамыз ағаймен. Тренеріңіз өзінің жұмысын қатты жақсы көретін болып тұр ғой, сонда? Ол да сол өмір бақи арнап келген ғой өмірді соған. Алдына мақсат қойып. Осындай бір естеліктерде бізде оқу жаттығу жиыны болады, сбор деп аталады. Яғни жан-жақтан, басқа қалалардан жиналамыз. Бірде Ақтөбе қаласына барған болатынбыз, қыс мезгілі. Ақтөбенің қары өте қалың да, мынадай жерге. Біз таң атпай 8-де тұрып, жұрттар бір жылы төсегін жағып ұйықтап жатса, біз таң атпай 8-де тұрып качки өрге шығамыз. Ана жерде сен қар көміліп ата ма, сен тоңып атасың ба, ол жерде бәрібір жуытынды алып алып, тек чисто қыздар болып шыққан болатынбыз. Тренеріміз бар, тоже әйел адам. Қардың қалыңына қарамай тренировка жасайтын болдық, таң атып сыртқа шығып алып, қақаған қыста сондай бір жылы естелік. Содан келіп курткаңды шешіп, бір демалып жатқан сезім өте жылы. Қыздар болып мәз болып айтып отасында сөйтіп едік, кезінде бүйтіп едік деп. Сондай бір жағдайлар болып тұрады. Сосын салмақ қуатын кезі болады бізде. Мысалы мен айттым 48 килоға шығамын деп, бірақ мен салмағым 50 болып тұрса, мен 2 кило тастауым керек болады. Жарыс
жарысқа бір апта қалғанда дайындалып бастайсың, бірақ салмақты бір 2-3 күн қалғанда қуасың да. Қап-қалың болып киініп аласың, телпек қолғап, жаз мезгілі болса да куртка киіп аласың, телпек киіп аласың. Аяғың қалың жүн нәски, ол жерде мода дейтін жоқ. Разноцветный нәскимен айыра бересің. В общем, қатты жүгіріп, в общем, терлеуің керексің да, нелерде терің шығуың керек. Сосын барлық жаттығу істеп болғаннан кейін сен футболкаңды шешіп алып, бүйтіп сыққандағы ана жерде сенің өзіңнің еңбегің білінеді да, өзіңнің еңбегіңнің жемісі. Сен мысалы тырысып жатсың, салмақ қууың керек. Ана жерде теріңді көрген деген өзінде бір күшті сезім болады. Мен салмағымды түсіре алып жатырмын, мен қолымнан келіп жатыр дейтін сияқты сезім. Ағайда мақтап қояды, молодец деп. Сондай кезде тіпті бізге тамақ ішкізбейді. Вообще тамақ ішпейсің, келесі күні салмақ өлшеу керек болады. Бір күн вообще нәр татпайсың, салмағың түспей жатса. Әрі кетсе бір роллтының сорпасы, тек сорпасын ішуге ғана рұқсат етеді. Если рұқсат етсе ғана, соның өзіне мәз болатынбыз біз. Сондай бір естеліктер бар. Салмақ қосу кездері болды ма? Салмақ қосу керек болған кездері ондай да болатын еді ғой, екінші жағы. Ондай кезде менде болған жоқ. Менде тек қуа беру керек болды салмақ. Енді осымен біздікі жақындап қалды. Соңғы бір 2 сұрағымды қойсам, осы жаңағы айтып отқан спорт түрлерімен әлі күнге дейін айналысасыздар ма, әлде қалып қойды ма? Мен қазір бір белгілі бір себептермен кішкене демалыс алдым. Бір 2-3 айдай болды айналыспағаныма. Қазір мен футбол спортында жүрмін. Себебі өзіме деңгейлі зарплатымды неңді аламын, төлемақымды аламын, жарыстарға шығамын, ауылдың атын шығарамыз, ауылдың командасымен келдік па әлі күнге дейін. Сол ағаларымды көңілін қалдырмайын деп, әлі күнге дейін ойнап келеміз. Өзіме де ұнайды, ол өте қатты әсер береді, эмоция береді, сол үшін ойнаймыз. Ең бастысы өзіңізге ұнауы ғой. Иә, ұнайды. Енді осымен соңғы сұрағымды қояйын. Спорт сіздер үшін не? Спорт сіздердің өмірлеріңізде қандай рөл атқарады, маңыздылығы қандай? Спорт адам өмірінде маңызы зор ғой. Ештеңемен айналыспағаннан қарағанда сенің бір маңызды ісің бары өте маңызды да. Сабаққа барып келіп, обедте ұйықтап, кешке телефон қарап жатқаннан сенің өміріңде тағы бір нәрсе бар. Сен өзің айналыса алатын, өз орныңды таба алатын, мүмкін сен болашақта бір жетістікке жете алатын шығарсың. Елдос Сметов сияқты Қазақстанның атын шығара алатын мүмкіндігің бар шығар. Сондай бір өзің айналысатын істің болғаны дұрыс деп ойлаймын. Сіздің ойыңыз қандай? Сіз үшін қаншалықты маңызды спорт? Спорт енді денсаулық кепілі, денсаулыққа өте пайда, шымыр боласың. Денсаулық өте пайдалы, танымал болуға да шанстар көп. Өзің Қазақстан атын шығарасың деген бір пайдаң тиеді. Намысшыл боласың, рухты боласың, өзіңе сенімді боласың, өз сөзіңді сөйлей аласың, өзің үшін тұрып бере аласың. Қасыңдағы жан-жағыңа емес, басқа адамдарға емес, өзіңе сенімді боласың да. Мен ойлаймын сол. Керек деп, иә? Керек, спорт өте керек. Осымен біздің подкастымыз аяғына жетті. Құрметті достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Айта кететін жайт, денсаулықтарыңызға қарап, тексеріліп, мән беріп жүріңіздер, спортпен айналысыңыздар. Күндеріңіздің тым болмаса бірнеше сағатын болсын сол спортқа арнаңыздар. Себебі сатып алуға болмайтын басты байлығымыз ол біздің денсаулығымыз. Ендеше сіздермен қоштаспаймыз. Келесі шығарылымдарда кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.